6 сынып қазақ тілі 9 аудиомәтін Ақмола туралы аңыз. Ертеректе Арқа өңірінде бір молда кісі бала оқытумен ел жұртқа танымал болыпты. Оның көріпкелдік қабілеті де бар екен. Халық оны әулие тұтып, жоғалтқан нәрселерін сол кісіден сұрап отырады екен. Бірде әулие кісіге бірнеше жылқысын жоғалтқан адам келеді. Көріпкел молда жылқыларды көрші ауылдағы бір байдың барымташылары айдап әкеткенін айтады. Молданың болжамы дұрыс келіп, жоғалған жылқылар байдың өрісінен табылады. Өшіккен бай молданың соңына түсіп, маза бермей қояды. Түрткі көбейген соң, молда елден қашып кетеді. Қашып жүріп, жолда суық тиіп сырқаттанады. Кейін жапан түзде қайтыс болады. Өлерінің алдында жанындағы серіктеріне, мені алысқа апарып әуре болмаңдар, осы жерге қойыңдар, бейітімдегі белгіні сылайтын саз балшықты ешкінің майы мен сүтіне араластырып илеңдер, деп соңғы тілегін айтып кетеді. Аманатын екетпестен орындаған халық мазарды тұрғызып қойғаннан кейін байқаса, молданың мазары күндіз де түнде де жарқырап, ақ түске еніп тұрады екен. Сол себепті де жұртшылық оны Ақ Мола деп атапты. Кейінірек осы жерде Ақмола станциясының негізі қаланады. Тың өлкесінің ордасына айналған бұл қалаға кеңес заманында Целиноград деген атау беріледі. Бұдан соң Қазақстанның астанасы Ақмолаға көшірілген кезде оның атауы Астана деп өзгертіліп, жаңаша атқа ие болады.